Акшам шәрифіңіз хайырлы olsun сайгылы балачыклар. Күніміз тойгун аракетте, оюнлар içinde keçti. Шынды ise юққы вақты келді. Біз татлы юқудан эвел падишаның түші деген масалымызны діңлейік. Падишаның түші. Бір падиша пек қорқынчлы түш көрген. Ағызындан бүтін түшлері түшкен екен. Тер içinde уянып, bu nasıl bir şey екен деп қорқып, қасиетке далған. Көрген түштің манасыны аңламақ үшін білгілі, икметлі адамны янына чағыртқан. Білгілі адам падишаны диққатнен діңлеп, кедер толы сесінен. Падишам, көрген түшіңіз бек қамлы, ярамай хаберінің әлеметідір. Сіз бір артындан ең яқын доғмыш адамларыңызны жойжақсыңыз, деген. Білгілі кішінің бұл сөздеріне пек ачуланған падиша, «Сен бір шей аңламай екенсің», деп білгілі кішіні зинданға ташламасыны бұйырған. Падишаға башқа бір білгілі, икметлі адамны тапып кетіргенлер. Бұл білгілі адам падишаның көрген түшіні диққатнен діңлегенден соң түшні шөйле аңлатқан. Мен сізге қуанчлы хабер айтмаға істейім. Пек яқшы хайырлы түш көргенсіңіз. Алла сізні бүтін яманлықлардан қоруяжақтыр. Пек uzun өмір яшайжақсыңыз. Сіз бүтін доғмышларыңыздан да çok яшайжақсыңыз, деген. Білгілі адамның изатындан мемнун олған падиша оңа қиметлі бақшыш беріп оғырлаған. Бұл ішке пек шашқан падишаның везірі білгілі адамның артындан етіп, «Мен бір шей аңламадым, бұл насыл олды я? Сен падишаның түшіні аңлаттың, зинданда отырған адам да аңлатты. Не үшін падиша оны жазаландырды да? Сені мақтап, бақшыш беріп озғарды», деп сұраған. Білгілі адам: «Doğru айтасың. Падишаның көрген түшіні біз екіміз изат еттік. Амма бір меселені чешу түрлі фікір етіп аңлатмақ мүмкін. Мен падишаның ешітмеге істегені кебі аңлатып, айтып бердім. Оның үшін падиша маңа бақшыш берді», деген. Бұл падишаның түші деген масалы еді. Демек ки, менің азиз тыңлейчілерім, бір вазиетте біз doğrusunu айтмақ керекміз. Бірінші адам есе бөле doğru олғаны кебі аңлатып, яғни doğrusunu айтқаны үшін падиша оны зинданға атты. Екінші инсан есе падишаның істегені кебі айтты. Яғни олмақ істегені кебі айтып, өзіне бақшыш қазандырды. Ләкин бұны ұнытмамақ керекміз ки, біздер істеген шей вақыт олмас. Бізге насип олғаны кебі olur. Тылсымлы масалымыз соңына келді. Невбеттеки масалымызны исе ярын ақшам saat 9-da қачырмаңыз. Şimdi ise yuqu gemimizге minip sabahımızны яхшы keyf ile karşılayık. Hayırlı geceler balacıklar.